Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде Honda Odyssey автокөлігі. Қай жылғы машина Айнұр? 2007 жылғы. Бұл көлікте бізде стеклоподъемник дұрыс жасамай тұр дейді. Қазір зажигание ашайын. Бізде мұнда водительский қағаздар жасап тұр. Водительский көтеріледі және түседі. Ал қалған үш жүзіктер істемейді. Көтеруге, түсіруге де істемейді. Мына кнопканы басқан уақытта да қазір блокировкада тұр. Кері бассам да ештеңе істемейді. Мына кнопканы басқан жағдайда менде мына жақтан бір дауыстар шығады, релейдің дауыстары. Или есіктен бе дауыстар шығып тұр. Және де әр терезенің, әр есіктің өзінен де шығып тұр, мына есіктен де шығып тұр дауыс. Және мына оң жақ есіктен де шығып тұр. Демек, проблемаңызды қайдан іздейміз? Проблема мында емес. Кнопка істеп тұр деген сөз қазіргі уақытта. Себебі реакция бар релейге. Түсіруге, көтеруге, үшеуіне де реакция бар. Мына есіктен ешқандай проблема іздейміз. Ең алғашқы мен істейтін нәрсем қазір барлық предохранительдерді тексеріп шығам. Так, мен мына блок предохранительден мына жерде міне Power Window деген Power Window деп тұр. Яғни терезе. Соның предохранителін таптым, мына 50 амперлық. Ол бірақ бізде сау. Ары қарай тексереміз. Сонымен менде алдыңғы мында пассажирский мына жерден предохранитель жаңа тексердім. Сол жерде мына әрбір терезеге өзінің предохранительдер бар екен, міне Power Window деп тұр, 1, 2, 3, 4 предохранитель. Соның тек қана біреуінде бар, қалған үшеуінде жоқ. Яғни алдыңғы, оң жақ, алдыңғы, сол жақ деген сияқты мына предохранительдер 4 терезеге 4 бөлек предохранитель. Сол предохранительдерді қазір мен мына жерден қарап тұрмын. Мына 20-алық предохранительдер, мына 1, 2, 3, 4 предохранитель, 4 терезеге жауап беретін предохранительдер. Мына предохранительде қазір менде плюс бар. Мына плюс бар, екінші жағында плюс бар. Қалған үшеуінде менде плюс жоқ, ешқандай плюс жоқ. Енді осы плюсті тауып алу керек бізге, не үшін келмей қалған. Сонымен мен мына жерде қазір стеклоподъемниктің релесін тауып қойдым, міне. Астында жазылып тұр, мінекей. Power Window. Терезенің релесі. Енді осы релені қазір мен тексерем. Барлығы келіп тұр ма, келіп тұрған жоқ па, яғни управление релені қосатын біздің 85 және де 86 контакттердің не келіп тұрғанын қарайым. Так, мінекей. Қарап жүрейік, мына жерде бізде 30 болу керек, 30 міне. Мынандай кішкентай релелерде мына екеуі 30 пен 87 ватт, ал мына екеуі екі басқару контактілері, яғни 85 пен 86 ватт. 85-86-ны тексеріп жүрейік қазір. Не бар екен? Так, қазір мына жерде біреуінде плюс келіп тұр екен, екіншісінде минус жоқ екен. Ал мына силовойларды қараймыз енді. Плюс бар, мынау біздің плюс предохранительға кететін контактымыз 87-міз біздің. Демек, мында управление плюс бар, минус жоқ. Егер мында минус болса, реле мына екі контакты қосады да, екі контакты қосқан кезде біздің предохранительдерге питание келу керек. Енді мен қалай тексерем қазір? Мына 30 бен 87-ні перемычкамен провод салып көрем арасына. Сосын предохранительге тоқ келді ма, келген жоқ па, соны тексеретін боламын. Мінекей мен 30 бен 87-ні бір-біріне біріктірдім. 30-дан келетін плюсіміз 87-ге біріктіріп, сосын ол ар жағынан мына біздің предохранительға тоқ келу керек, питание келу керек плюсовой. Міне, қазір келді.
демек бұларда система водительский бөлек жасайды, ал қалған 3 есікке реле арқылы келіп тұр ғой питание. Енді қазір питание келді предохранительдегі. Мен қазір тексеріп көрем. Так, мына жақ сектор. Мына жақ сектор. Мына жағда істеп тұр. Так, енді ауру жалпы табылды. Реленің басқару контактісінде біреуінде минус жоқ екен. Яғни реле қосылу үшін бізге плюс және минус керек управлениеға 85 пен 86-ға. Плюс бар, бірақ минус жоқ. Енді минусты қайдан табамыз? Оны қазір мен схемамен қарап алам. Бірінші схемадан осы минус қайдан келу керек, цвет провода қандай екенін біліп алу керек маған. Сонымен мінекей мен қазір мына көліктің схемасын, именно циклоподъемдіктің схемасын тауып алдым. Және де осы релейін тауып алдым. Міне Power Window Relay деп тұр мінекей. Мына ирек сызықпен айналып тұрған сызық, ол біздің катушкамыз, управлениеміз. Ал мына жақтағы мына екі нүкте домалақ болып тұрған, екі жаңа 87 мен 30-мыз. Бізде ода проблема жоқ. Яғни 30 бен біздің управлениеға біреуіне плюс 1-ге келіп тұр. Ал мына астындағы проводымыз минус болып келеді, ол қайдан келеді? Так, G8 деген штекер, G8 деген штекердің white green деген. Так, қателеспесем, ақ жасыл деген провод. Ақ жасыл деген провод. Ол қайдан келіп тұр? Мына астындағы Dur Multiplex Control Unit деген, қателеспесем, ол мына водительский есіктің несі, кнопкалары, барлық кнопкалар, сол жерден минус келу керек дейді. Минус келу керек дейді. Енді қараймыз, G8-ді тауып алам, және де ақ жасыл проводты тауып алам. Сонымен қоя берем қазір. Так, сонымен G деген штекерді мен қазір тауып алдым. G деген штекер мінекей тұр. G. Қазір көрсетіп жіберейін. Мына жерде G деген әріп тұр, міне көріп тұрсаңыз. G. Осы штекерді қазір мен шештім. Соның ішінен менің white, ақ және жасыл проводымыз мінекей тұр. Осыны тауып алдым. Енді сол провод па, сол провод емес па екен білу үшін қазір мен былай істеймін. Штекерді орнына салып қоям. Штекерді орнына салдым. Сосын сол проводтан мен қазір қарап жүрем. Не келіп тұрған? Жалпы негізі бізге мында минус келу керек. Так, қарап жүрейін. Ештеңе келіп тұрған жоқ. Енді осы проводтың, осы ақ және жасыл провод біздің управлениеға келе ме, келмей ме, соны білу үшін мен орнына қазір реле салып қоям. Релені орнына салам. Егер бізде сол провод болса, бізден қазір релені орнына салып жіберейін. Мінекей релені орнына салдым. Релені орнына салдым да, енді қазір тексерем не бар екен мына жерде. Бізде мында плюс шығып тұр. Плюс дегеніміз бұндағы біздің реленің катушкасы бар ғой, 85 пен 86. Соған бір жағына плюс келіп тұр бізге. Ал екінші жағынан бізде жоқ минус, жаңағыдай біздің іздеп жатқан минусымыз. Сол екінші жағынан келіп тұрған плюсымыз сол катушка арқылы плюс после нагрузки болып шығып тұр бізде қазір мінекей. Плюс егер мен қазір релені орнынан кері алып тастасам, мына плюс кетіп қалу керек. Так. Мынаны етіп қойып қояйын қазір контроль мінекей. Қазір плюс жанып тұр бізде. Енді релені жайлап алып тастайын. Так, релені алып тастайын. Мінекей.
релені алып тастадым. Кетіп қалды. Релені орнына салам. Релені орнына саламын қазір. Пайда болды. Кері аламын. Алдым. Демек, біздің іздеп тұрған проводымыз дұрыс деген сөз. Ақ және жасыл провод, бірақ бұған келмей тұр екен. Енді оған минус қай жерден келеді? Тағы да бір схеманы қарап жіберейік. Так, G деген штекердің 8-ші контактісі біздің жаңа ақ жасыл проводты тексердік, оған минус келіп тұрған жоқ. Енді бізде мына схемамыз біздің түгелдей неден шығып тұр? Алдыңғы водительский кнопкалардан шығып тұр. Соның 3-ші контактісі дейді. 3-ші контактісі мінекей сол провод. Міне жақтан шықты көрсетсе 9, қандай түспен шығады, неге барады. Соның барлықтарын көрсеттір схема бойынша. Енді осы бойынша 3-ші контактты қазір біз тауып аламыз. Сонымен мына блокты қазір мен шешіп алдым. Осының ішінен мен бізге керек провод жаңа айтып отырған ақ және жасыл провод қараймыз. Осыны қарап тұрайын қазір мен. Енді осы провод па, осы провод емес пе екен, манағыдай істеймін, дәл манағыдай. Релені орнына салам. Міне, релені салдым. Релені қозғап жатырмын, алып салып. После нагрузки плюс бізге келіп тұр. Демек, бізде мұнда мынаның ішінен минус шықпай тұр деген сөз. Проблем мынаның ішінде минус шықпай тұр деген сөз. Енді қазір ашамыз ба, ашпаймыз ба, қазір көреміз оны. Біз қазір мына кнопканы шешіп қарап жатырмыз. Кнопканы шешіп алдық. Біздің 3-ші контакт, 1, 2, 3-ші контакт мына жақтан шығып тұр екен. Платадан ешқандай бір ақау көріп тұрған жоқпын. Өзімде электрончик болмағасын, бұларды қарайтын кісілерден бөлек болады енді. Электрик барлығын қарай береді деген сөз емес енді. Ешқандай бір ақау тауып тұрған жоқпын, сондықтан біз басқа тәсілмен көшеміз онда. Сонымен достар, біз мынандай методпен қазір істеп жатырмыз. Мына біздің проводымыз блоктан шығатын ақ және жасыл проводтан бізде минус шығу керек. Платадан аштым, ештеңе таба алмадым. Сондықтан мен проводты кесіп тастап, мына жерден минусқа жалғап қойдым. Сонда біздің реленің стеклоподъеміне реле қосылады. Содан кейін біздің жаңағыдай стеклоподъемді істеу керек екенін тексереміз. Так, зажигание аштым. Так, водительский бізде істеп тұр. Так, ар жағы. Так, мына кнопканы қазір басып жіберейін. Көтерілді. Машина дейтін аккумулятор өшіп жатқан сияқты. Машина аккумулятор өшіп жатыр. Барлық терезелер қазір істеп тұр. Ар жағы да істеп тұр. Осындай методпен біз мына реленің управлениясіне минус беру арқылы мына блокты оңдамай, ауыстырмай стеклоподъемдіктің ақауын осылай шештік. Баршаға рахмет.